Бір күнді батырып, бір таңды атырып, күнді қуалап жеттік Америка Құрама Штаттарына да. 23 сағат әуеде қалықтап, Атлант мұхитында асып өттік. Қазақстан мен ақш арасындағы уақыт айырмашылығы 11 сағаттан асады. Оңай емес. Жаңа уақытқа дағдылануға, қалыптасуға ұзақ уақыт кетеді. Бірақ біздің уақытымыз шектеулі. Сондықтан бойдағы бар күш-жігерді жинап дереу іске көшу қажет. Даллас әуежайынан бізді Қазақстанның ақштағы елшілігінің консулы Асхат Абылайсов күтіп алды. Бағытымыз Вашингтон. Астанада қыс, ал бұл жақта әлі күздің реңі қайта қоймапты. Қар жатпағаннан кейін сізге бейне көріністен күн жылы болып көрінер. Бірақ қара суық жел өңменінен өтіп кетеді. Жолда бұған дейін 2-3 ай бойы құрған жоспарымызбен тағы бір жүріп өттік. Қараңғыны түсіріп қонақ үйге де жеттік. Мұнда түстен кейін күннің өзі де қайта бастайды. Ертемен ең бірінші ермекпен кездесеміз. Америка Құрама Штаттарының жүрегі Вашингтон қаласының атауы Американың бірінші президенті Джордж Вашингтонның құрметіне қойылғанын білесіздер. Оның есімін ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып келе жатқан нысан да Вашингтон монументі, Ақ үй мен Капитолий, конгрессмендер үйінің арасында орналасқан. Жер сілкінісі салдарынан жарықшақтар пайда болған, қазір жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Америка астанасындағы ең биік ескерткіш болып табылады. Вашингтон монументінен асып кететін зәулім ғимарат салуға Вашингтон десе-де рұқсат жоқ. Егер нысанның 1848 бен 1884 жылдары аралығында бой көтергенін есепке алсақ, америкалықтардың қанша заман өтсе де қойған принциптерінен таңбай келе жатқанына құрметпен қарайсыз. Тағы бір қызық факт. Монументтің ұшар басына латынша 2 сөз жазылған. Құдайға мадақ деген. Америкалықтардың түсінігінде әр таңда күннің ең алғашқы шапағы осы сөзді арайландырар екен. Орай келгенде айта кетейін, зерттеу жұмыстарына сәйкес Америка дамыған мемлекеттердің ішіндегі халықтың басым бөлігі дін біздің өмірімізде үлкен рөл атқарады деп жауап берген жалғыз ел. ақш жұртының 50%-дан астамы протестант, атеистер де жетерлік. Жалпы сан түрлі ұлт сапырылысқан қазандықта діни ағымдардың сан алуаны да араласып жатыр. Бұл мәліметтерді тектен-текке айтып отырғаным жоқ. Өйткені осы қоғамның түсінігін, дүниетанымын, сенімін туған елінде бой түзеу бұйырмаған қазақ балалары да қабылдайды. Бұл мемориал ескерткіш Авраам Линкольннің барлық адамдар бостандықта болуы тиіс деген сенімінің символы іспеттес. Құлдарды азат етуші. Американдықтардың ұлттық батыры, әлі күнге ең беделді әрі сүйікті тұлға ақш-тың 16-шы президенті Авраам Линкольнді Америка халқы бір тұтады. Жанына таяп келіп, басына тақап тұрып, қару кезенген актердің әрекетін ол театрлық қойылым деп ойлаған екен. Осылайша өнерді сүйген президент өнер ордасында оққа ұшты. Азаматтық соғыс кезеңінде билік жүргізген, ақшты біріктірген Авраам Линкольн осылайша алпауыт елге айналып, әлемге әмірін жүргізген мемлекет көшпенділер ұрпағының да отанына айналады деп кім ойлаған? Сәлеметсіздер ме? Бұл шетелдегі қазақ балалары жобасы. Қазақстан ұлт арнасының арнайы миссиясына айналған бағдарлама Америка Құрама Штаттарынан жалғасады. Мүмкін мұхит асқан қарагөздердің ішінде де болашақта Американы басқаратын тұлға шығатын шығар. Америка Құрама Штаттары дүние жүзі бойынша жер көлемі жағынан 4-ші орында. Халық саны жөнінен 3-ші сатыда 320 миллион адам. Осы миллиондарды қазақстандық жетім балалары да толықтыруда. Солардың бірі Ермек. Бүгінгі бағдарламаны мен тек 13-тен асқан осы бозбалаға арнаймын. Ассалаумағалейкум. Көлік тізгінінде Айнұр Көкетаева, Америкада тұрып жатқан заңгер, ғалым қандасымыз бізден көмегін аямады. Ермекті көп жылдан бері білет, оны бауырына басқан отбасымен байланысын үзбеген. Қазақстаннан баластырып алған шетелдіктермен тікелей байланысқа шығу өте қиын. Осы тұста Айнұр ханым барлық ұйымдастыру істерінің басында жүрді.
Мына дүниелерді балалар жасаған, адамның бас сүйегінің макеттері, қаңқалары көп. Білмеймін сіздерді қайдан, бірақ оқушы кезде өлердей қорқатынбыз. Ал қазіргі балаларды еш нәрсемен сескендіре алмайсың, оның үстіне олар американдықтар болса. Неге адамның бас сүйегінің бейнесі қазір теңдессіз креатив саналады? Кез келген бұйымда, киімде кездеседі. Біздің Ермек осы мектепте оқиды. Қазір оның сабақ үлгерімен танысамыз. Ең бірінші класс жетекшісінен сұхбат аламыз. Сынып жетекшісі деп өз тілімізде айтқанымға айтпесе, бұл әйел Ермектің кеңесшісі. Бұл білім ордасында кемінде 5 оқушының оқу үлгерімен қосымша айналысу үшін бір мұғалім тағайындалады. Ол сабақтан кейін тәлімгермен бірге отырып үй тапсырмасын орындауға көмектеседі. Оқушының білім әлемінде жиған тергенін сараптайды. Қысқасы, барлық жағынан ақыл кеңес береді. Эрик осы мектепке келе сала бәріне тез үйреніп кетті. Айналасындағылармен тез тіл табысады. Үлгерімі нашар оқушыларға көмектеседі. Айтқанымызды екі етпей орындайды. Ол өзгелерден ерекше, дара туған бала. Оның интеллектуалдық деңгейі жоғары, әзіл-қалжыңы да әдемі. Мен iPad'ты жақында ғана сатып алдым. Қалай қолдануды білмеймін. Ермек маған бәрін үйретті. Өзін бала сияқты емес, ересек адамдар тәрізді ұстап, бәрін сабырлықпен тәптіштеп түсіндірді. Осылайша оқушым iPad'тың не екенін ашты маған. Бұл менің мектебім. Жүріңіздер, сіздерге бәрін көрсетейін. Сәлем, Луис. Жағдайың қалай? Ары қарай Келли театры. Келли деген бір әйелдің есімі берілген. Ол біздің мектепке көп ақша берген ғой деймін. Өткен жұмада ол жерде біз спектакль қойдық. Мынау дыбыс режиссерінің бөлмесі. Қазір театрда дәріс өтіп жатыр. Мен Ермекке жазуды үйретемін. Оның бір ғана кемшілігі әріптерді тізіп, сөйлемді таза құрай алмайды. Иә, маған жазу қиындық тудырады. Менің жазғанымды өзімнен басқа ешкім түсінбей қалады. Эрикте артта қалушылық жоқ. Біз оның өзіне деген сенімін қалыптастыруға күш саламыз. Ол сабақты білуі мүмкін, бірақ әр кезде ойын жинап айта алмайды. Біз оған көпшіліктің алдында өзін қалай ұстау керектігін, ойындағысын әдемілеп, тізіп, баяндап беруді үйретеміз. Проблемаларды шешу жолдарын білсе екен дейміз. Аңғарған шығарсыздар, Вашингтонда орналасқан бұл жай нысан емес. 1 мен 12 сынып аралығындағы 350 оқушы мұнда бойларындағы келеңсіздіктерді жоюмен күреседі. Олардың басым бөлігі қоғамдық мектептерден ауысқан, оқу өте қиын берілетін балалар. Ермек те солардың бірі. Бұрын оқыған орта мектеп үлкен еді, және оқушылардан көп нәрсе талап етілетін. Тәлімгерлермен жеке жұмыс жасалмайтын. Сол себепті балам өте қиналды. Оқу үлгерімі төмен болып кеткеннен кейін, ол нашар оқитын оқушылармен араласа бастады. Алға ұмтылмайтын болды. Ал былайынан алғанда, Эрик өте ақылды. Жаңа мектепке ауыстырғанда, алғашында қатты уайымдадық қалай болар екен деп. Достар таба ала ма, адамдармен тіл табысып кете ала ма деп, оқи ала ма деп. Дегенмен бәрі де жақсы болып кетті. Ол бір аптаның ішінде жаңа ортаға бой түзеді. Жиі күлімсіреп жүретін болды. Сабаққа ықыласпен баратын болды. Бастауыш сыныптарда 13-14 оқу класында 6-7, ал орта және жоғары сыныптарда 5-6 оқушыдан. Бала санының аз болуына үлкен мән беріледі. Түсіну, игеру қиын нәрселерді, ғылымды, тарихты, географияны, академиялық пәндерді балаларға өнер арқылы, шығармашылық арқылы үйретеміз. Осының негізінде арнайы әдістеме жасалған. Өнердің арқасында оқушылар қалай оқуды ұғынып, математиканы алып кетеді. Бірінші сынып сурет салудан, музыкадан, театрлық қойылымдардан басталады. Осылайша біз балалардың мүмкіндіктерін ашамыз. Бұл жерде біздің спектакльдер қойылады. Актер үшін мәнерлеп сөйлеу, оқу маңызды. Актер физика мен математиканы білу тез. Жалпы, мықты әртіс болу үшін көп нәрсені меңгеру қажет. Біз реквизиттерді жиі қолданамыз. Мынау, мәселен сөздік. Сондай-ақ музыкалық аспаптарда қалай ойнауды да білген жөн. Бірақ
Бұл нағыз аспап емес. Актер әр нотаның қай жерде орналасқан жазбай тану керек. Соңғы рет біз Леди Макбет пьесасын қойдық. Театрлық қойылымдар арқылы балалардың есте сақтау қабілеттерін шыңдауға, тілдерін дамытуға, өздерін сенімді ұстауға, жаңылыспауға үйретуге болады. Оқушылар кімнен кейін ойнайтындарын, айтатын сөздерін ұмытпаса, бұл үлкен жетістік. Сөз жоқ, олардың дене қозғалыстарын да шыңдаймыз. Дене қимыл арқылы ойын қалай жеткізуді көрсетеміз. Сондай-ақ балаларға спектакльдер қойғызу арқылы әлеуметтік ғылымды да сіңіреміз. Мысалы, адамның өзін қоғам ішінде қалай ұстауы, көпшілікпен тіл табысу деген сияқты. Өнердің арқасында балалар сол заманның авторының не айтқысы келгенін, ол дәуірде не маңызды болған өздері сомдап шығу арқылы әдебиетті, тарихты біледі. Жалпы балалардың театрда өз рөлдерін сәтті алып шығуы, осы еңбек барысында үйренген ілімдер оларға есейгенде де қажет болады. Бұл Ренессанс клубы. Мұнда біз орта ғасырлардағы тарихпен танысамыз. Ренессанс бөлмесі осы. Қазір біз Иран мен Ирактың тарихын оқып жатырмыз. Әр елдің тарихындағы атақты тұлғалар мен табылған жәдігерлердің мүсіндерін, пайдаланған заттарын жасаймыз. 2 аптадан кейін тақырыпты ауыстырып отырады. Сөйтіп, алдағы 2 апта бойы біз әлемдегі ең басты діндерді өтеміз. Қайта өрлеу клубының ең соңғы бөлмесіне де келдік. Бұл жердің дизайны Флоренцияның үлгісіне жасалған. Италия, 1490 жыл. Ал мына бас киімді сабақ кезінде кейде киемін. Мұғалім орындықтың басында, ал оқушылар оны айнала отырады. Осылай интерактивті байланыс басталады. The teacher does some interactive stuff. It's like you're out of control, you know. One lever to the next. Yeah, and Yeah, exactly, and yeah. does the lustful? Yeah. And this ball, Мына допты ұстазымыз сұрақ қойғанда лақтырады. then you have to answer Саған the лақтырды ма? question. Демек сен жауап беру керексің. Балаларға бұл класс қатты ұнайды. Мынау Леонардо да Винчидің атақты картинасы. Ұмытпасам, бұны біздің сыныптағы оқушылар мен мұғалім салды ғой деймін. Мектептегі көп дүниелерді, экспонаттар, картиналар оқушылардың туындысы. And time for me to go. Біздің мектепте өнер саласына қабілетті жоғары балалар тәлім алады. Олардың жүйке жүйесі солай жұмыс істейді. Яғни өнер арқылы әлемді таниды. Сол себепті әр баламен жеке жұмыс жасалады. Олардың өнердің қай саласын жақсы қабылдайтындарын анықтай келе, соған сәйкес өзіне ғана арналған әдістеме әзірлейміз. Бұлар дислексиядан зардап шегетін балалар. Кейбірінің миы тіпті жеке дыбыстың фонетикалық дыбысталуын қабылдай алмайды. Сондықтан олар арнайы мамандандырылған көмекке зәру. Дислексия – ежелгі грек сөзі, оқуға қабілетсіздік деген мағынаны білдіреді. Бала жаза алмайды, сөзді әріптеп айта алмайды, есеп шығара алмайды. Оқуға қиындықтар дислексия, жазуда дисграфия, ал математикалық кедергілер дискалькулияға жатады. Дегенмен дислексияға шалдыққан адамдардың интеллектісі төмен деп айтуға болмайды. Америкада дислексияның қиындықтар деп аталатын арнайы қозғалыс та бар. Бұл ұйымның мүшелері өнер саласындағы танымал тұлғалар, табысты парасатты жандар. Олар мүлдем өзгеше жаратылған, интеллектуалдық тұрғыдан артта қалмаған, қоғам үшін бағалы адамдар. This is the museum part of the school. That is a high school art class in there. Мектептің мына бөлігі музейге айналған. Кей кезде мұнда сабақ өтеміз. Мысалы, бұл жерде анимация мен режиссерлік оқытатын дәрістер жүргізіледі. Мұнда тіпті 3D принтер де бар. Балалардың қабілеттерін ашуға арналған жобаның бірі осы ағашпен байланысты. Мұнда кіші және орта сынып оқушылары бірігіп жұмыс істейді. Жоғары сыныптағылар сахна жасайды.
Осылай сәулет өнері арқылы да балаларды математикаға баулаймыз. Қалай өлшеу керек, арақашықтық санауды үйренеді. Алдымен көз алдарына елестетіп алады да, оны шындыққа айналдырады. Сахнаның аумағын өлшеу арқылы геометрияны оқиды. Эрик музыка саласында жақсы жетістіктермен көрініп жүр. Осымен қатар біз оның басқа да қарым қабілетін дамытуға, бойында бұғып жатқан қасиеттерін ашуға талпынамыз. Өнердің барлық саласын игергенде ғана оның жалпы платформасы біркелкі болады. Музыка менің бір бөлігіме айналды. Музыкада ойнағанда жаным рахаттанады, күш береді, ойымды жинақтауға көмектеседі. Арнайы мектеп болғандықтан, мұндағы мұғалім тарих пен музыкадан сабақ береді. Ән жырдың шығу тарихын оқытады. Бұлайша айтқанда, біз түсінеміз, музыканың қалайша және қалай бағытта дамып жатқан. Музыкалық аспаптар, қондырғылар арқылы физика заңдылықтарын білуге болады. Дыбыстың деңгейін тексеру, тағы басқасы. Бірақ қазір мен физика туралы айтқым келіп тұрған жоқ. Маған физика ұнамайды. Рэп және рок ұнайды. Барабан маған қызықты болды. Сосын таңдадым. Пола, ермекті асырап алған әйел босағаға сүйеніп, болына тамсанып қарап тұрды. Не ойлап тұр екен? Не де болса қазақ ұланымен мақтанып тұрған анық. 3-4 жасымда есімде, анам ылғи рок тыңдайтын. Кішкентай кезімнен естіген соң құлағым үйреніп кетті. Санама сіңіп қалған. Ермек жақында өзі қатты ұнататын рок-группаның есірткі пайдаланатындарын біліпті. Сондықтан бір тұтатын атақты адамдардың ісінің бәрін қайталау ақымақтық. Мен олар сияқты болғым келмейді. Олардың не сезінгендерін де басымнан өткергім келмейді, дейді Ермек. Рэпті сүйіп тыңдайтын Қазақстандағы өзім тәрізді балаларға айтқым келеді. Жігіттер, есірткіге жоламаңдар. Эрик біздің мектепке келе сап өзінің Қазақстаннан екенін бәріне жариялады, байқалып тұрады. Ол қазақ екенін мақтан тұтады. Өз елінің тарихы туралы, өмірге келген қаласы туралы, жаңылыспасам Алматы ғой деймін, әңгімелейді. Осыдан кейін Қазақстан туралы көбірек білуге құмарттым. Қазақтармен араласқанды жақсы көрем. Дегенмен, Эрик Америкада ұзақ тұрғаннан кейін, оның көп іс әрекеті америкалықтардан айнымайды. Баскетбол ойнайды, Америка музыкасын ұнатады, скейтбордқа құмар. Осымен менің мектебіме жасаған экскурсиям аяқталды. Менің әр күнім осы жерде өтеді. Қатарластарымнан қалмай жақсы оқуға тырысам. Енді менің күнімнің ең күшті бөлігінің кезегі келді. Ол үйге қайту. Ал ендігі бағытымыз Вирджиния штаты Арлингтон қаласы. Ермектің үйіне қарай аяңдадық. Ал қандасымыз әкесімен бірге музыка мектебіндегі дәрісіне кетті. Өзімнен де артық жақсы көрем. Осындай баламыз болған мақтан тұтамыз. Оның ата-анасы болу біз үшін зор бақыт, абырой. Біз одан көп нәрсе үйрендік. Біз оған көп нәрсе үйреттік. Ермек қазір үйде жоқ, музыка мектебіне дайындыққа кеткен. Ал мынау Ермектің асырап алған ата-анасының бөлмесі. Мен кіруге рұқсат сұрадым. Сіздерге мына еденде төселіп жатқан қазақтың ою өрнектері белгіленген кілемшені көрсеткім келген. Қазақстаннан өздерімен бірге алып келген екен, және тағы да бір құнды дүние бар бұл бөлмеде. Ермекті Америкаға келгеннен кейін
9 ай болғанда шамамен ермектің тұсауын кескен екен ата-анасы. Мына жіп соның айғағы. 22 қарашада 2013 жыл. Ермектің Америка құрама штаттарына келгеніне 13 жыл болды. Мына суретте Ермектің көркі көз тартады, өзіне классикалық киім үлгісі қатты жарасады екен. Мен Ермекпен ең алғаш осыдан 6 жыл бұрын кездесіп ем. Мына суреттер соның айғағы. Қазақтар келіп, мен туралы фильм түсірді деп жазып қойыпты. Ол кезде әлі бала болатын. Қазір сымбатты жігітке айналған, мұрты да тебіндеп шығып келеді. Ал мынау Ермектің Алматыдағы балалар үйіндегі өмірі бейнеленген суреттер. Өзін көтеріп тұрған түрі таныс емес, америкалық ер адамға тесіліп қарап қалған. Көздерінде таңырқау бар сияқты. Ендігі өмірім не болады? Сен мені шынымен жақсы көресің бе деп тұрған тәрізді. Қазақ баласының өткен өміріне өліп тұрған кезде Ермекпен әкесі де оралды үйге. Эрик менен көзін алмай қадалып барады. Өзімде әлі еш нәрсені түсініп үлгермедім сол кезде. Әке болғанымда. Екеуміз бір-бірімізге қарап тұрған кезде ол бұл кім деп ойлаған шығар. Біз оның ата-анасының рөліне бірден өттік. Уақыт жоғалтқымыз келмеді. Эрик біз үшін тағдырдың баға жетпес сыйы. Бізге бұйырған бақ. Ол отбасымызды сақтап қалды. Мұндай сезімдерді айтып жеткізу мүмкін емес. Осыдан бірнеше жыл бұрын біз жайдан жай бала асырап ала салдық деп ойлаған жоқпыз. Бала асырап алу ойыншық емес. Баланы жақсы көру деген кім баланы жақсы көрмейді? My parents are really nice. Менің ата-анам өте жақсы адамдар. Сабырлы, сонымен бірге қатал. But they're also like kind of strict. Осы тұста айта кетейін, кездескен сәтте менің көзім Ермектің шашына түсті. Алғашында дұрыс түсінбей қалыппын, әдейілеп пирлатып алған деп ойладым. Жоқ, Ермектің табиғи шашы осындай екен. Эриктің әке-шешесі американдық ерлі-зайыптылардың сөзінде ешқандай да жалғандық жоқ, жасандылық жоқ, барлығы шынайы. Менің бұған көзім жетті. Олар Эрикті сүндетке де отырғызған, бағана айтып кеткендей тұсауында кескен, және ең бастысы өз дінін де сақтаған. Және қазақ елі мен мәдениетін де үзбей жалғастырып келеді. Жоспарлап жатырмыз. Енді алдағы уақытта Эрикті туған жеріне апарсақ па дейміз. Қазақ баласын асырап алу арқылы біз де Қазақстанның бір бөлігіне айналдық. Біз де қазақ болдық. Ол саяхаттағанды жақсы көреді. Асырап алған әке-шешесімен бірге талай елді шарлаған. Бейтаныс мемлекеттерді аралап өзіне таңсық дүниені ашуға ұмтылады. Уақыты келгенде ең бірінші Қазақстанды көргім келеді. Суреттерде әдемі болып көрінеді. Өзім өмірге келген Алматыны аралап жүргім келеді. Сосын Австралияға барып, скуба дайвингпен айналсам. Менің хоббиім көп, бірақ ең ұнайтыны барабанды ойнау. Арманым атақты барабаншы болсам, бір рок группада ойнасам деймін. Бірақ ол маңызды емес. Ең бастысы бақытты өмір сүру. Сәулетті үйім болса, әдемі көлігім, және де өз отбасымды құрсам деп армандаймын. Қанша жасқа келгенде үйленесің? Ешкімді ренжіткім келмейді, бірақ осы сұрақты маған әжем де, ата-анам да қояды. Жоспарым бойынша 30-ға таман үйленетін шығармын. Қазақ қызына үйленгің келе ме? Білмеймін.
Кызың бармы? Yes. Ол кім? Why do you want to know? Оны не үшін білгіңіз келеді? Тым тереңдеп бара Far, жатырмыз. but just know. Қызым бар екен білдіңіз. Болды. Біз сенің атаның айтпаймыз. I know they can Мен hear білем, me, so- олар менің әр сөзімді қалт жібермей тыңдап отыр. Эрик әлі оң солын танып үлгерген жоқ. Ол әлі өмірде қандай жетістікке жеткісі келетінін нақты білмейтін жаста. Сондықтан біздің ақыл кеңесімізге құлақ асса дейміз. Өз басым, ұлымның кемінде 2 немесе 3 мамандықты игергенін қалаймын. Оның мен сүйіп айналысатын нәрселерге ықыласы жоқ. Маған ұшақтар жасаған ұнаса, оған көпшілікпен араласқан жағады. Involving people. You want to turn the radio on first. And now you have to be careful of your fingers. Kill you. Бұл Ермектің әкесінің жұмыстан бос кезде айналысатын сүйікті ісі. Мына ұшақтардың барлығын өзі жасаған. Ағаштан, түрлі материалдан. Ермек әкесінің хоббиін ұната бермесе де, кішкентайынан көріп өскен дүние оған жат емес. Пластиктен өзі де 3 ұшақты құрастырып тастаған. Кейде америкалық азамат қазақ баласын ертіп жазық далаға шығып, көз майын тауысып әзірлеген кішкентай ұшақтарын әуеге ұшырады. Бұндай дүниелерді жасауға қабілеті жеткен Ермектің болашағынан зор үміт күтуге болады. Ермекті асырап алған азамат әр сөзін ойланып барып қана айтады. Мінез жағынан Ермек оған мүлдем ұқсамайды. How to be a good responsible. Мен балама қандай істе, қандай жағдайда болмасын, жауапкершілігің мол болсын деп айтып отырамын. Қалай дұрыс ләззат алып, өмір сүру керектігін үйретемін. Жиі күлімсіреп жүру керек. Мұны да айтамын. Өз әкем мені қалай тәрбиеледі, оған да сондай өнеге беруге тырысамын. Болашақта қалай жақсы әке болу керектігін санасына құямын. Өйткені жақсы атана болу ең маңызды жұмыс. Бұл сөздің жаны бар. Өкініштісі, Ермекті дүниеге келген адамдар өз қызметтерін дұрыс атқармады. It's okay, you can ask it. Ештеңе етпейді. Сұрай беріңіздер. Иә, мен олар туралы үнемі ойлаймын. Менің сізге бір сұрағым бар. Like, why? Неге олар өздерінің шын аты жөндерін қалдырмаған? Name at least. Бұл сұрақтың жауабы ешқашан табылмайды. Сәл үнсіздіктен кейін Ермек сөзді өзі жалғады. Мүмкін туған әкем менен анам. Мен Қазақстанға барып оларды тауып алып, есіктерін қағып, неге бұлай істедіңдер? Неге мен тастап кеттіңдер? Деп сұрамауым үшін нақты аты жөндерін қалдырмаған шығар. Іздемесін деп ойлаған шығар. Биологиялық ата-анасы туралы сұрады. Біз оған өз білетінімізді айттық. Біз еш нәрсе білмейміз. I am Kazakh. I am Kazakh. 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 Вирджиния штатынан алыстаған сайын Ермектің «мен қазақпын» деген сөзі де естілмей барады. Ал оның қойған сұрағы одан бетер мазалауда.